Құрметті ұстаздар, сіздерге бүгін Google Form бөлімі бойынша, платформасы бойынша түсіндірем. Енді ол платформаға кіру үшін міндетті түрде сіз өзіңіздің Google браузері арқылы өзіңіздің аккаунтыңызға кіру керексіз. Яғни өзіңіз аккаунтыңызға кірген туралы оң жағы жоғарғы бөлігінде міндетті түрде көрсетіліп тұрады. Бір ғана жолын көрсетейін. Ол үшін сіз жоғарғы бөлікте көрсетілген предложение Google деген бөлімді басасыз. Яғни осы бөлікте сізде другие предложения продукта Google деген бар, басқа Google'дың продукторлары бойынша мәлімет беріп көрсетіледі. Сол мәліметтің ішінде сіздің ең төменгі бөлігіне түсетін болсаңыз, міне барлық осы Google'дың продукторлары көрсетіледі. Осының ішінде сізге Google Form деген бөлімді таңдайсыз. Осы бөлімді таңдағаннан кейін сізге міндетті түрде екі бағытты көрсетеді. Сіздің жеке өзіңізге қолдануға немесе бизнес бөлімде қолдануға. Жеке болатын болса, сіз жеке бөлімді таңдайсыз. Сол бөлімді таңдағаннан кейін міндетті түрде сізде жоғарғы бөлігінде осы Google Formның қандай түрлері бар, соның бөліктерін қарауға болады. Және сізге жай ғана бос бөлік керек болатын болса, сіз пустой файл бөлімін таңдайсыз. Енді біздер қазіргі уақытта ЖБ және ТЖБ-ны жасаған кезде қалай қолданатынды көрсетейін. Ол үшін бірінші настройка бөліміне басамыз, жоғары бөлігінде. Мұнда балалардың электрондық почтасы керек емес, соны таңдайсыз, мысалы айырып тастау үшін. Және сіз оқушы бірнеше рет тестті тапсырмау үшін, тек бір рет қана кіру үшін аккаунтпен, тек не более один раз дегенді бөлімді таңдайсыз. Және сіз сол тапсырма түрінде болғандықтан тест деген бөлімге кіріп, тест галочкасын таңдаймыз. Бұл арқылы сіз тест түрінде болатынын көрсетесіз. Сіз сразу отправить форм десеңіз, сізге міндетті түрде тез көрсетіледі. Ручной проверка болатын болса, сіз өзіңіздің электрондық почтаңызға жеке-жекеден келіп тұрады. Енді қазіргі уақытта сізге барлығы бір жерге жиналу бөлімін көрсетем. Содан кейін сізде оқушылар ответін көрмеу үшін, және правил ответін көрмеу үшін оқушылардың, және балын көрсетпеу үшін үш бөлімін алып тастайсыз. Және оқушы мысалы қандай бал жинағанын, және дұрыс жауаптарын, және сұрақтың сонда қате мешелерін қарауға мүмкіндік бермейсіз. Және сохранить бөлім басасыз. Енді бірінші бөлімде көрсетілгенде, мысалы сіз өзіңіздің пәніңіз бойынша болатын болса, пәніңіздің атын бересіз. Мысалы менде информатика. Және ол тақырып жиынтық бағалау. Қандай бөлім бойынша болатын болса, жиынтық бағалау. Бізде жасанды интеллект болатын болса, біз жасанды интеллект деп аламыз. Бұл жасанды интеллект таңдағаннан кейін сіз міндетті түрде бұл жерде описание бөлімінде өзіңіздің тақырып бойынша қысқаша мәлімет немесе дескриптор қоюға болады міндетті түрде. Енді бірінші біздер әртүрлі сыныптарды орындаған кезде бір-бірімен араласпау үшін біз олардың реттілігін бөліп аламыз. Бірінші сыныбы деп жазамыз міндетті түрде, және один из список деген таңдаймыз. Енді сохранить деген кезде осы тапсырмаға оқушы міндетті түрде бір балл алады, және міндетті түрде орындау керек болады. Енді просмотр арқылы қарайтын болсаңыз, міне сіздерде бірінші тапсырма сұрақ көрсетіліп тұр. Оқушы міндетті түрде жауабын жазады. Және сіз ссылка және тағы бірдеме беретін болсаңыз, ол ссылка немесе видео осы бөлімде көрсетіліп тұрады. Енді бұл бірінші сұрақ қойылды. Енді келесі екінші тапсырма. Бұл арқылы мысалы оқушыға бірнеше жауаптары, бір жауабы бар сұрақтар болатын болса, мысалы біз жасанды интеллект деген сұрақты алдық. Сұрағын жаздық. Және оған суретте немесе басқа нәрсе тіркеуге болады. Және міндетті түрде жауаптарын таңдаймыз. Мысалы бірінші жауап, және екінші жауап, және
Үшінші жауап белгілейміз. Осы арқылы балл береміз. Мысалы, бұл сұраққа 1 балл болатын болса, дұрыс жауабын көрсетеміз міндетті түрде. Яғни қысқаша мәлімет көрсететін болсаңыз, ол бойынша сіз міндетті түрде пояснительный бөлімде мысалы сообщение қалдыра аласыз. Мысалы, ол бойынша сұрақтар бойынша қысқаша мәлімет тастайтын болсаңыз, соны көрсете аласыз. Яғни ссылканың бөліміне немесе видео сияқты бөлімді қоя аласыз. Яғни готовый бөлім басасыз, яғни міндетті түрде белгілейсіз. Яғни оны просмотр арқылы қарайтын болсақ, бізде ол міне сұрақ. Оқушы біреуін таңдайды, 2 жауап емес, 1 ғана жауап таңдайды, және сол арқылы орындайлады. Енді келесі бірнеше жауап болатын болса сізде, онда мысалы ақпараттың өлшем бірліктері. Жауаптар мысалы, сияқты жауаптар мысалы бірнеше жауаптар болатын болса, қою болады. Мысалы мегабайт, және оның жауаптарын таңдайсыз. Мысалы, осы сұраққа 3 балл беретін болсаңыз, 3 жауаптарды көрсетесіз. Мысалы, 4 болса, 4 жауап болатын болса, 4 жауапқа 4 балл көрсетесіз. Мысалы, бит, килобайт, мегабайт, тонна, килограмм деген сұрақтар қателесті. Сол кезде сізде просмотр арқылы қарасаңыз, мынандай бөлікте сұрақтар шығады. Мысалы, оқушы бірнеше жауап қаралады. Один из списокте таңдап тұрып, кешіріңіздер, несколько из списокте таңдасаңыз, міндетті түрде көрсетіледі. Міне, бірнеше жауапты бала қарай алады, бірнеше жауап белгілей алады. Енді бұл сұраққа да міндетті түрде суреттер қойылады. Бірнеше сурет қойып, қасына сол суреттер арқылы мысалы таңдап дұрыс жауапты суреттерді міндетті түрде белгілеп аламын. 11Б, 11В. Яғни осы списоктерді міндетті түрде оқушы орындап таңдайтын болса, сіз міндетті түрде галочка қою керексіз. Өйткені оқушылар таңдамай қалса, ол баған қай сыныпта екенін оқушыны шатастырып аласыз. Сондықтан міндетті түрде обязательно вопрос дегенді міндетті түрде қоясыз. Енді келесі оның аты жөнін белгілеу үшін тағы бір бөлік қосамыз. Мына жерде бөлікті қосу, сурет қосу, видео қосу немесе раздел қосуға болады. Мысалы, біздер қазіргі кезде жаңа бөлім қостық. Вопрос енді оған біз аты жөні деп жазамыз. Аты жөні, және мұнда сізге жазу үшін екі бөлік строк, бір ғана строкпен қысқаша жауап беретін болса, краткий, сізге міндетті түрде осы арқылы таңдаған жөн. Ол оқушы сізге міндетті түрде өзінің аты жөнін береді. Және бұл жерде міндетті түрде дегенді галочка қоямыз. Енді біздер просмотр арқылы қарай аламыз. Просмотр арқылы қаласақ, бірінші бөліміміз міне. Пәні информатика, мысалы жиынтық балы жасанды интеллект, сыныбы, оқушы міндетті түрде сыныбын таңдайды, және міндетті түрде аты жөнін жазады. Енді біз тапсырма бөліміне кіреміз. Тапсырма бөлімі сіздерге түсіндіріп кететін. Тапсырма бөлімін біз осы бөлім арқылы таңдаймыз. Мұнда жазып, ашық түрде, жабық түрде тапсырмалар құруға болады. Ол үшін мысалы бір ғана сұрақ және оған оқушы міндетті түрде жауап өзі жазатын болса, екі түрде болады. Строк арқылы болатын болса, қысқаша оқушы жауап бере алады, жаңағы аты жөні сияқты. Енді толық ұзақ сұрақ жауап болатын болса, онда абзац деген бөлім таңдаймыз. Мысалы, мен осы тақырып бойынша ақпарат дегеніміз не және оның түрлері деген қойдық. Немесе сурет қою болады оған. Сурет арқылы мысалы жауап беретін болса, мысалы қасына міндетті түрде суретін қою болады. Өзіңізге қажетті сурет интернет арқылы қою болады, немесе кез келген суретті қою болады. Мысалы мен қазір
мысалы мен осындай 2 сурет қойдым, оған байланысты енді ақпарат дегенге келуге болмайды, но 2 ғана сурет қойдым. Осы арқылы мысалы оқушыда қысқаша мәлімет сұрақты суретте қоюға болады. Және оқушыға балл қою үшін бұл сұрақта мысалы сіз ответқа балл бересіз. Келесі жасырынды жауап болатын болса, онда бір ғана сұрақ қойылады. Мысалы бір байтта мысалы 8, мысалы 16 бит, 10 бит, 8 бит деген сияқты жауаптар берілесіздер. Және міндеттерді бір жауап, дұрыс жауабын таңдайсыз, 1 балл берілетін. Және оны белгілейсіз. Басасыз. Және просмотр арқылы қараған кезде міндетті түрде дегенде әрдайым қойып отыру керек. Өйткені бала орындамай кетсе есептелмей қалады. Міндетті түрде дегенді қоятын болсаңыз, бала осы тапсырманы тастап кете алмайды. Өйткені барлығын орындағанша ол міндетті түрде бәрін аяқтап шығу керек. Аяқсыз тастамайды. Мысалы қараңыздар, жасырынды деген мысалы сұрақ, оның жауабын бала іздейді осының ішінен. Қайсы дұрыс, соны таңдайды да отправить бөлімін басады. Енді келесі сәйкестендіруге арналған тапсырма көрсетейін. Ол үшін бірінші сұрағыңызды дайындап аласыз, міндетті түрде. Міне. Бірінші сұрақ көрсетілген тапсырма бойынша. Және сұрағыңызды қоясыз. Және ол үшін сіз сетка бөлімін таңдайсыз. Бірнеше жауап болатын болса, соны таңдау арқылы жауаптарын сәйкестендіресіз. Мысалы, біз қойып жатық сәйкестендіретін сұрақтарды. Және соңғысы және енді жауаптарын белгілеу үшін ответы деген бөлімге басасыз міндетті түрде. Обязательно запомнить все строки дегенді басасыз міндетті түрде бірнеше жауап. Сондықтан ответы бөлімге келесіз. Әрбір жолға өзіңіздің балыңызды болатын болса, балыңызды бересіз. Және дұрыс жауаптарды белгілеп қоясыз. Готово бөлім басқан кезде просмотрда сізде мынандай күйде көрсетіледі. Міне, соңғы құрған сұрағымыз. Міне, сұрақ және медицина қайсысына келеді, оқушы таңдайды, белгілеп. Мысалы, қайсысына келеді. Мысалы, міне, бәрін белгілеген кезде міндетті түрде сізде кетеді. Ал бір бөлігін белгілемей кететін болсаңыз, онда сізде қызыл жазылып тұрады. Түсініңіз ғой да, міндетті түрде сәйкестендіру арқылы қайсысына келеді, сәйкестендіре аласыз. Енді келесі бөлім сурет арқылы қоюға болады. Давайте вопрос дегенді басамыз міндетті түрде. Және сұрағымызды қоямыз бірінші. Және сұрақты қойғаннан кейін суретімізді загрузить етеміз. Добавить обзор. Сақтаған аттың таңдаймыз. Міне, сіздің суретіңіз көшірді. Енді жауаптарын қараймыз. Жауаптарын. Міне, бірнеше жауаптар бар. Ол үшін жаңа флажоктарын таңдаймыз.
бірінші. Оның рядтарын таңдаймыз. Мысалы, бірінші бөліп көргендей 1, 2, 3, 4. Енді жауаптарын ответы бөліміне кіреміз. Бәріне бал қоямыз. 4 бал болатын болса, осы тапсырма 4 бал. Бірінші сұрақтікі қайсысы? Біріншісінікі қайсысы келеді? Екінші бөлігіне қайсысы келеді? Және үшінші бөлігіне қайсысы келеді? Өйстіп бөлігін таңдаймыз. Готово дейміз. Және обязательно міндетті түрде деген бөлік таңдаймыз. Сол кезде просмотрда қараған кезде сізде просмотрдан қараған кезде міндетті түрде сізде бірінші соңғы тапсырма. Міне суретке байланысты өзінің жауаптарын белгілей алады. Мысалы, барлығын белгілемейтін болса, мынандай қызыл бөлік көрсетеді. Міндетті түрде дұрыс көрсету керек, және өзіңіз тексеріп алуға болады. Міндетті түрде. Мысалы, міндетті түрде міне қысқаша жиынтық бағалау бойынша қысқаша мәлімет жазасыз. Міндетті түрде оқушы өзінің сыныбын таңдайды. Және өзінің аты жөні міндетті түрде таңдалмаса келесі бөлімге өтпейді сұрақтарға. Және белгілі бір жауабын жазады, қысқаша осы сұраққа міндетті түрде жауабын. Және бір жауапты тапсырма болатын болса, бір жауабын белгілейді. Немесе бірнеше жауап болатын болса, бірнеше жауабын белгілейді бала. Және жасырынды бұл сұрақ болатын болса, сұрақ қарайды, қай жауап келеді, соның бөлігін біреуін таңдайды бөлімін. Және бірнеше сәйкестендіру болатын болса, сәйкестендіру келтіреді. Және сурет арқылы сәйкестендіру болатын болса, сурет арқылы сәйкестендіру міндетті түрде. Және осындай қысқаша жауаптарды отправить ету арқылы оқушы өзінің жауабын міндетті түрде. Мысалы, таңдалмаған жағдайда міне көрдіңіз ғой. Қысқаша қызыл жанып тұрады. Сіз міндетті түрде аты жөніңізді жазу керексіз. Аты жөнін жазғаннан кейін міндетті түрде міне жауап қысқаша, мысалы, ақпарат дегеніміз не екенін қысқаша бір мәлімет жазбаса, ол жауап қабылданбайды. Міндетті түрде жауап беруге болады. Және отправить деген бөлім басады. Сол кезде міне сұрақтар просмотреть вопросы ответы десе, оқушыға жауаптар көрінбейді. Тек жұмысы көрінеді, а жауаптар мен несі дұрыс қатесі ол көрінбейді. Және оқушылардың міндетті түрде осылай көрсетілген жауаптар оларда көрінбейді, тек жұмысы көрінеді орындаған. Және оның жауабын тексеру үшін сіз өзіңіздің жаңа Google-ға кіру арқылы, мына 10 жоғарғы үш бөлікте Google Диск деген бөлім бар. Google Диск бөліміне кірген кезде сізде міндетті түрде жаңағы сұрақтардың жауаптары осы бөлімге кіреді. Немесе мына бөліктен таңдау арқылы сізде мысалы форумға кірген кезде мысалы орындаған оқушылардың жауаптарын ответы арқылы қарауға болады, немесе Google дискіден қарауға болады. Мысалы, ответы деген бөлімді басатын болсаңыз, міне бұл жерде оқушылардың қанша оқушы орындағаны, оның диаграммасы, қандай сұрақтардан қате кеткені, соның барлығы көрсетіліп тұрады. Енді барлығын өзіңізге көшіріп алуға да болады. Көшіріп алуға болады. Немесе қағаз бетіне шығарып алуға болады. Немесе сіз сохранить ответ деген бассаңыз, сіздің мысалы атпен сақтайсыз міндетті түрде, және ол сіздің Google дискіңізге міндетті түсіп тұрады. Міндетті түрде түскеннен кейін сіз оны тексере аласыз. Мысалы Google дискке кірген кезде сізде жаңағы оқушылардың ответы деген бөлім келіп тұрады. Осыны басу арқылы сіз оқушылардың жауаптарын тексере аласыз. Мысалы міне оқушылардың жауаптары қай сұрақтан қанша кетті, қанша балл бар, соның барлығы міндетті түрде сізде Excel түрінде көрсетіліп тұрады. Енді барлығы да сізге пайдалы болды деп
ойлаймын.